Баршаңызға қайырлы күн. Бала 6 айға толғаннан кейін міндетті түрде қосымша тағамды бастаймыз. Себебі ана сүті қажетті энергия мен нәрлі заттарды өтей алмайды. Қосымша тағамды жасыл түсті көкөністерден бастаймыз. Оларға брокколи, цветная капуста, кабачки жатады. Жасыл түсті көкөністер гипоаллергенді болып келеді. Цветная капустаның құрамында H, С, Ф тобының дәрумендері, фолий қышқылы, ақуыздар көп мөлшерде кездеседі. Ол баланың дені сау, белсенді болып өсуіне көмектеседі. Цветная капустамызды бөлшектеп аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық ас содасын құйып, сумен жақсылап жуып аламыз. 30 минут жуып алуымыз қажет. Себебі құрамындағы нитраттар мен дәрілік заттар кетеді. Қайнап тұрған суда 8 минутқа цветная капустамызды пісіріп аламыз. Одан кейін блендердің көмегімен біртекті болғанша езбе дайындайтын боламыз. Езбені балаға ұсынғанда қауіпсіз болуы қажет. Кез келген езбені ұсынғанда алдымен 1 шай қасықтың жартысын беріп, балада аллергиялық реакция бар жоғын байқаймыз. Оны таңғы 11-де бергеніміз дұрыс. Езбе бергеннен кейін балаға су немесе сүт ұсынамыз. Ол іш қатудың алдын алады. Кез келген қосымша тағамды алдымен шай қасықпен ақырын беріп, содан соң 2-3 шай қасық, содан кейін мөлшерін біртіндеп көбейте отырып береміз. 50 граммға дейін күніне 2 рет берсек болады. Цветная капустаны 6 күн бойы балаға береміз. Содан кейін кабачкиге өтеміз. Балаға қосымша тамақты ұсынғанда баланың дені сау болу керек. Балада температура, іш ауыру, құсу, аллергиялық реакция болмауы қажет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.